Қарбыздың пайдасы. 17 түрлі ауруға қарсы табиғи ем. Қарбыз жаздың ең сүйікті жемістерінің бірі ғана емес, шипасы мол табиғи дәрі. Оның құрамында су мөлшері 92%-ға дейін жетеді. Дәрумендер мен минералдарға бай. Халық медицинасында да қарбызды табиғи дәріхана деп атаған. Қарбыздың емдік қасиеттері. Бүйрек аурулары, несеп айдайды. Зиянды тұздар мен токсиндерді шығарады. Қант диабеті, қандағы қантты реттеуге көмектесетін L-цитрулин бар. Қан қысымы, құрамындағы калий мен магний қан қысымын теңестіреді. Жүрек аурулары, антиоксиданттар тамырды қорғайды. Бауыр аурулары, бауырды тазартуға септігін тигізеді. Асқазан қыжылы, жеңіл сілтілі қасиеті қышқылды азайтады. Іш қату, талшықтары ас қорытуды жақсартады. Ісіну, отеки, ағзадағы артық суды шығарады. Зәр шығару жолы, қабынуға, микробқа қарсы әсер береді. Құм мен тас жиналуы, бүйрек пен қуықтағы құмды шайып шығарады. Қандағы холестерин, жаман майларды азайтуға ықпал етеді. Анемия, қаназдық, құрамында темір бар, қан түзуге көмектеседі. Иммунитет әлсіздігі, С дәрумені ағзаны қорғайды. Әйелдердің денсаулығы, етеккір кезінде ауырсынуды азайтады. Бала емізетін аналарға сүттің көбеюіне ықпал етеді. Тері аурулары, қарбыз қабығы жара, күйікке ем ретінде қолданылады. Артық салмақ, төмен калориялы, арықтауға көмектеседі. Қарбыздың пайдалы заттары, калий, магний, жүрек пен бұлшық етті қорғайды. Фолий қышқылы, қан түзуге қажет. В, С дәрумендері, жүрек пен иммунитетті нығайтады. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы, оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.